Бір ауылда Зере есімді бай әйел өмір сүрді. Оның байлығы тек мал-мүлікпен ғана емес, беделімен де танылған. Бірақ оның бір кемшілігі тілінің өткірлігі болатын. Ол өзгелер туралы жаман пікір айтудан тайынбайтын. Бір күні жақын құрбысы Майраның қызы Аяла ажырасқаны жайлы хабар жетті. Бұл жаңалық бүкіл ауылды дүр сілкіндірді. Зере болса өзінің ащы тілімен: «Егер қызың жақсы болса, күйеуімен бақытты болар еді. Демек, өзі кінәлі», деп құрбысының алдында оның қызын жер етті. Майра, Аяланың анасы, үндемеді. Бірақ Зеренің сөздері жүрегіне қатты тиді. Алайда Майра ешкімнің сөзіне құлақ аспай, қызын қолдаумен болды. Зеренің өзі жалғыз қызы Заринаны өсіріп, оны ең жақсы адамға тұрмысқа беруді армандайтын. Зарина болса өте ажарлы, тәрбиелі, ата-анасының еркесі еді. Жасы келгенде ауылдағы ең беделді отбасының ұлы Қанат оны өзіне жар етіп алуға ниет білдірді. Той болса үлкен даңғазамен өтті. Зере барлығына қызының бақытты екенін мақтанышпен көрсетті. Бірақ тұрмыстық өмір басталған соң, Зеренің қызы Заринаның өмірінде қиындықтар біртіндеп пайда болды. Қанат алғашында өте жылы, қамқор болып көрінетін. Бірақ уақыт өте келе, оның шынайы бет-бейнесі көріне бастады. Ол ашушаң әрі қатал екен. Бірде Заринаның телефонын тексеріп, Заринаның құрбы қыздарымен сөйлескенін көріп: «Ей, Зарина, олар тұрмыста емес, ал тұрмыста емес қыздардың бәрі жәлеп. Енді сөйлеспе олармен», деп ашуға салынды. Зарина отбасының тыныштығы үшін құрбылармен сөйлесуді қойды. Бұл жай ғана уақытша қиындық, бәрі орнына келеді деп назар аудармады. Бірақ уақыт өте келе, Қанат әр кішкентай қателіктерін Заринаның бетіне басып, қол көтеретінді шығарды. Зарина жиі анасының үйінен келіп жылап кететін. Әлбаста Зере мұны байқамаған сыңай танытты. Бірақ қызы бір күні шыдамай күйеуінің өзіне қол көтеретінін айтты. Зере болса: «Шыда, қызым. Біз үшін сенің отбасыңды сақтауың маңызды. Ей, адамдар не дейтін ауылда? Зеренің қызы айырылысып келіпті дейді ғой. Ана әкең екеумізді ұятқа қалдырасың», деп анасы оны қайтадан күйеуінің үйіне жіберді. Зарина анасының сөзінен кейін жүрегі жараланса да, анасын ренжітпеуді жөн көрді. Бір түнде Қанат мас болып келіп Заринаны қатты ұрып соқты. Ол есін жиып, көзін ашқанда аурухананың төсегінде жатқанын көрді. Денесінде көптеген жарақат пен көгерген іздер болды. Анасы Зере жүгіріп келіп, оны көргенде көзінен жас парлап кетті. Бірақ қызының қасына жайлап жақындап: «Ей, Зарикош, ондай әр отбасында болады. Сен ешкімге айтушы болма, түсінің бе? Және айырылсам деп ойлаушы болма», деді. Зарина күйеуіне қайта оралды. Бірақ Қанат өзгерген жоқ. Тағы бір күні ол Заринаны өлімше етіп сабап тастады. Зарина бұл жолы үндемей қоя салмайтынын түсінді. Анасының сөздеріне қарамастан ол ажырасу туралы құжаттарды дайындады. Бір күні ол ажырасқанын жария етті. Ауыл тұрғындары алғашында түрлі пікір айтты. Бірақ көп ұзамай барлығы оның шешімін қолдады. Себебі Қанаттың мінезі барлық ауылға мәлім болатын. Зере қызының жағдайына қарап, өзінің өткендегі айтқан сөздерін есіне алды. Ол жан досы Майраның қызы Аяла туралы жаман сөйлегені есіне түсірді. Бір кездері өзі ұялмай айтқан сол сөздер енді өз басына түскенде әсер етті. Майра бұл жаңалықты естігенде Зеренің жанында үнсіз отырды. Оған кінә тағудың еш қажеті жоқ еді. Тек бір-екі сөзбен: «Өмір бумеранг, Зере. Кімге не айтсаң, сол өзіңе қайтады», деді. Зере бұған қарсы ештеңе айта алмады. Зере өзінің әрекеттерін қайта қарап, адамдар туралы жаман айтуын доғарды.
ол өзгелерге жанашырлық танытуға тырысты. Қызының тағдыры оған үлкен сабақ болды. Адамдардың пікірі өткінші, ал өмірдің өз заңы бар екенін Зере кеш түсінді. Ол енді тек қызына тірек болуға, оны бақытты етуге тырысты. Өзіне айтқан сөздер, өзіне қайта оралатын өмірдің бұл сабағы мәңгі есінде қалды.